Ертең сен де өлесің. Дұрыс, бүгін қызметте жүрген шығарсың. Қызмет істеп жатырмын деп намазыңнан айырылып қалма, мешітіңнен айырылып қалма, Құраныңнан айырылып қалма. Өлім ақиқат, ертең өлім келеді. Өлімнен қашып құтыла алмайсың. Намаз оқысаң да өлесің, оқымасаң да өлесің, мешітке келсең де өлесің, келмесең де өлесің. Сен енді мешітке келмей қалды, намаз оқымай қалды деп тұрып, сені күтетін ешкім жоқ. Қабірге қаласақ та кіреміз, қаламасақ та кіреміз. Ол қабір сондай бір жер, онда жалғыз жатамыз. 40 жыл, 60 жыл бірге, бір жастықта қойған қатынымыз да, шоколад кәмпетпен баққан баламыз да бізбен жата алмайды, келе алмайды. Оның іші мұздай болады. Оған теплый пол кіргізе алмаймыз. Оған жарық кіргізе алмаймыз. Оның есігі жоқ, оның тесігі жоқ. Ол қабір. Қараң. Allah'a karşı olma. Allah subhanahu wa ta'ala